Қайырлы кеш баршаңызға. Есімім Едігер Адалда. Байқатам ауылынан шыққан программистпін. Жалағаш ауылынан шыққан Нұрлан Қаракулов деген ағамыз бар. Сол ағамызбен бірге видео курстарды түсіруді ойлағанбыз. Қазір кішігірім IT курстардың платформасын басап жатырмыз. Бұйырса Нұрлан ағамыз фронтенд жағын, ал мен бэкенд жағын жасаймын. Жобамыз open source-та, яғни ашық болады. Ол дегеніміз кез келген адам көре алады, өзінің жобасына қолдана алады. Егер жобада кеткен қателеріміз болса, бізге айтып, көмек қолын соза алады. Бүгінгі видеода айтқым келгені проект жасауда қолданатын инструменттер. Өзім Python тілінде жазам, және Python тіліндегі мықты фреймворктардың бірі Django-ны қолданам. Мәліметтер жиынтығына, яғни базадан келетін болсақ, PostgreSQL қолданам. Не үшін Django, не үшін PostgreSQL дейтін сұрақтар болса, мына мақаланы оқуға кеңес беремін. Сілтемесін видеоның астында қалдырам. Енді компьютерде қолданатын программаларға келетін болсақ, Python IDE-да программистерге арналған PyCharm деген бар. Өзім соны қолданам. Бұны біз Windows, Mac, Linux, Ubuntu жүйелерінде қолдана аламыз. Ал енді терминалға келетін болсақ, өзім Ubuntuға арналған Quake терминалды қолданам. Windows үшін CMDR деген программаны қолдануға кеңес берем. Өзім көп қолданбағам, бірақ Windows-пен жұмыс істейтін достарым осыны ұсынады. Қысқаша бүгінге осы. Сілтемелердің барлығын видеоның астына қалдырам. Келесі видеода кездескенше баршаңызға іске сәт.